Ислам діні 5 парызға негізделген. Бұл жайында ардақты Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай деген: Ислам 5 негізге құрылған. Шахада, Алла тағаладан басқа құдайдың жоқтығына және Мұхаммед Алла елшісі екендігіне куәлік ету. Намаз оқу, зекет беру, қажылық жасау және Рамазан оразасы делінген. Бірінші, шахада. Алладан басқа тәңір жоқ екеніне және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі екендігіне куәлік беру. Екінші, намаз оқу. Есі дұрыс, балиғатқа жеткен адамға күніне 5 уақыт намаз парыз. Үшінші, зекет беру. Байлығының белгілі бір мөлшерін кедей-кепшіктерге садақа жасау парыз. Төртінші, ораза тұту. Жылына 1 рет Рамазан айында ораза ұстау шамасы келген адамға парыз. Бесінші, қажылық қылу. Әр мұсылманға шамасы келсе өмірінде 1 рет қажылық сапарына бару парыз.